erkekler patşadan da pangdar mı? Biz erkekler ayellerge armanbız. Biz erkekler araylangan pangdarmız. Biz erkekler sanımıza sabas mol jandarmız. Erdаңымыз айқай шумен атады. Әр күніміз айқай шумен батады. Ерте келіп жаным күнім десең де, бұл әйелдер теріс қарап бұқтиып ап жатады. Сұлу көрсең тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 kızdan gelse de Kaybışemez armandama deyip durar. Әйел деген құдай қосқан жалғызың, бастан асып жатса дағы қарызы. Үйімізде болмаса да нан мен шай, Ал әйелге кредитке шула беру парызы. Таң атпастан ақша таптып жегеррет, үйленгелі инсульт алдық жетеррет. Bir көйлекті тоздырамыз 10 жылда. Ала елдер bir көйлекті кимейді ғой егере. Содан кейін тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 kızdan gelse de Kaybışemez armandama deyip durar. Түн жарымда SMS келсе қандайда, жүрегіміз қылп етеді сондайда. Где ты, жаным деген сөзді оқыса, қызғанбастан қарындасы деп ойласа болмай ма? Өмір деген ақ пен қара жолақты, қалтамызда қаражат жоқ қомақты. Бір нәрсені бір ойланып шаршаймыз. Әй қатындар, жетіскеннен ішпейміз ғой арақты. Ішіп алсақ тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekte 8 kızdan gelse de Kaybışemez armandama deyip durar. Еркіндікті аңсаймыз ғой көп бірақ. Левый тірлік анда-санда боп тұрады. Еркекпіз ғой еркелейміз әйтсе де, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ойымызды айта кетсек нақтырақ, әр еркектің басында бір бақ тұрады. 90 тоқал алсаң дағы бәрібір, бәйбішеге жететіні жоқ бірақ. Ай сонда да тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 kızdan gelse de Kaybışemez armandama deyip durar.